күріштің хикаясы. Ухуд шайқасында Мұхаммед пайғамбардың астыңғы күрек түсі сынады. Бір сахабасы сынған тісті тауып алады. Пайғамбар тісін аяқ асты қылуға дәті жібермейді. Тісті үйінің бір бұрышына көмеді. Тіс көмілген жерден әппақ күріш өсіп шығады. Сахаба пайғамбарды шақырады. Пайғамбар келіп, Ясин сүресін оқып дұға жасайды. Ол сахабаға, Алла менің тісімнен күріш өсіріп шығарды. Оған Ясиннің қуатын бердім. Оны аяқ асты етпеңдер, деп өсиет айтады. Содан бері халық күрішті қастерлепті. Пайғамбардың дұғасынан соң күріш тойымды әрі берекелі асқа айналыпты.